сәлем бәріне. Бүгін Жаужүрек 10 баланың превьюін қалай жасағанын көрсетемін. Негізгі идея маған айтқан жаңа жылдық жасау керек, новогодний көңіл күйді сыйлау керек. Мен бірден алдында Жезуха 27, алдыңғы жыл 28, Жезуха 28 серияда жасаған превью, соның негізгі соған ұқсатып жасадым. Қазір көрейік не болғаны, содан шыққан көріңіздер. Достар, мен бірден фоннан бастамайын. Негізі бұл жай ғана слой-слоймен сақтағандықтан сол слой бойынша кетеді. Міне адамдарды орналастырдым. Оларды әртүрлі жерге қойып, ең соңында шыққан осындай нәтижелер. Елканың, сосын оған градиентпен қара бояу қоямыз. Сосын кішкентай адамдарды орналастырамыз, кішкентай өлшемдегі. Сосын артына Жаужүрек 10 баланы орналастырамыз. Жаужүрек 10 бала бізде елкамен бірдей майысқан. Сосын Жаужүрек бала дегенде сосын нені қоямыз, гирлянда. Одан кейін қарды размыты қылдырамыз. Сосын артына көк түсті жібереміз, олар көріну үшін. Мансарды алдына қарай жатқызамыз. Бұл жерде жатып тұрғандықтан іздедім орнын. Сол багамен мансардың алдына келді. Сосын келесі бізде екі қалған персонажды қоямыз, Мағрипа мен хакерді. Сосын барлығына цветті коррекция жасап шығамыз. Одан кейін четкость қоямыз барлығына. Сосын ең соңғы слой текстураны қойғаннан кейін барлығына өте үлкен четкость жібереміз. Болды. Бұл қалай мен инстаграмникті жазуды көрсетілген. Мынау осы негізгі бірінші превью. Қазіргісін ауыстырды орындар жай ғана. Достар, осымен видео аяқталды. Монтаждың басқаша түрін көрсеттім. Келесі жолы барлығын орын-орынмен жасайын деген ойдамын. Қиын туториал жасау реально.